Уағалейкум ассалам оқушылар. Оқушылар дауысым естіліп тұр ма? Кері байланыс беріп жүрсеңіздер. Assalamualaikum ya esildi. Уағалейкум ассалам. Жақсы. Жақсы. Оқушылар, бүгін бізде кезекті логикалық операциялар екінші сабақ. Келесі бізде үшінші сабақ тағы да арнаймыз логикалық операцияларға. Ол қорытындылау сабағы болады. Бүгін біз негізгі информацияларды осы сабақта беретін боламыз, сондықтан мұқият тыңдасаңыздар, иә. Енді логикалық операциялар, логикалық сызбалар, оларды қалай сызамыз, бәрін түсіндіретін боламын. Біз алдыңғы сабақта жалпы логика дегеніміз не, логика нешеге бөлінеді, және де түсінік, пікір, ой қорытындылау деген теориялық бөлімі өткен болатынбыз. Енді бүгінгі сабақта біз оқушылар жалпы логикалық операцияларға толық тоқталатын боламыз, басынан бастап, иә. Енді оқушылар, қараңыздар, сіздерге барлығын рет-ретімен түсіндіріп берейін. Жалпы бізде логикалық операциялар бізде бөлінеді, иә. Мен сіздерге алдыңғы сабақта айтқан болатынмын. Оқушылар, логикалық операциялар бізде мектеп баспасында бөлінеді үшке. Мектеп баспасында бөлінеді үшке. Бізде логикалық операциялар бөлінеді, оқушылар, үшке. Логикалық операциялар. Аймағыңыз ештеңе айтқан жоқсыздар ма? Сөз сұрамады. Сіздің кіргеніңізді күтіп отырмыз әлі. Жарайды. Жақсы. Енді оқушылар, қараңыздар, мен қысқартып жазайыншы, мына жерге логикалық деп. Мына жерге логикалық операциялар. Операция. Оқушылар бөлінеді екен үшке. Қандай? Бірінші оқушылар дизъюнкция. Бұл негізгі операциялар, оқушылар. Оқулықта кездесетін негізгі операциялар. Түсінікті ғой, иә? Біріншісі оқушылар бізде дизъюнкция. Қалай алайын? Дизъюнкция. Мен алдыңғы сабақта бұны түсіндірген болатын, осы сабақ тағы да бір қайталап өтейін. Дизъюнкция, оқушылар. Дизъюнкция дегеніміз, оқушылар, ол логикалық қосу деген мағынаны білдіреді, яғни ол қосу. Немесе, ол бізде немесе деген мағынаны білдіреді. Немесе, орысша или, ағылшынша or, және де ол осындай белгілермен, тағы қандай белгілермен келуі мүмкін, слэшпен келуі мүмкін, иә, осындай тік жақшамен келуі мүмкін, тағы сол секілді. Енді оқушылар, қараңыздар, бізде дизъюнкцияның бірінші ақиқат кестесін сызып көрсетейін. Так, былайдан бөлейін, сосын ана екіге бөлейін. Естеріңізде болса, жаңағы мен алдыңғы сабақта сіздерге шелек деген әдіспен түсіндірген болатынмын, иә. Шелекке суды құйсақ деген секілді. Естеріңізде деген үміттемін. Естеріңізде қалған шығар. Енді қараңыздар, оқушылар, бізде дизъюнкция ол міндетті түрде кемінде екі кірісті қабылдайды. Екі кіріс болу керек бізде, оқушылар. Міне А, Б деген ол бізде кірістер саны. Ал F деген ол бізде шығыс. Түсінікті, шығыс біреу екен, кірістер кемінде екеу болады екен. Үшеу болса да болады, төртеу болса да болады, кете береді. 5, 6, 8 болып кете береді. Енді мына жерде А мен Б бізде оқушылар 0, 0, 1, 1 деп толтырасыздар. Неге? Өйткені мен алдыңғы сабақта сіздерге айтқан болатынмын. М тең, оқушылар, ол
2-ның n дәрежесі. Түсінікті ғой, м тең 2-ның n дәрежесі. Енді мына жерге жазамын 0 1 0 1. Келістік қой. Енді осы 0 мен 0-ді қосатын болсам, оқушылар, бізде енді бұл дизъюнкциялық логикалық операцияның логикалық теориясы, логикалық анықтамасы бар, теориялық анықтамасы бар. Екеуі де жалған болған жағдайда қана жалған болады. Қалған жағдайдың барлығында бір болады деген анықтамасы бар логика теориялық. Түсінікті, иә? Осы теориялық негізге сүйене отырып, сонда біз 0 1 1 1 деп жазады екенбіз, оқушылар. Жақсы, бұл бірінші. Мынау бірінші анықтамасы, мынау екінші кестесі. Үшінші бізде, оқушылар, бұл сызбасы. Сызбасы қалай келеді? Сызбасы, оқушылар, бізде бөлінеді енді. Американдық және ресейлік болып бөлінеді. Енді америкалықты бірінші сызып көрсетейін, оқушылар. Америкалық ол бізде былайдан. Мысалы, екі инпут келіп түсетін болса, А мен Б. Оның логикалық сызбасы осындай болады, оқушылар. Міне, айшық секілді, айшық. Міне, жебенің ұшы секілді. Көрдіңіздер ғой, иә? Бұл міне мынау А мен Б бізде, мынау А, мынау Б, яғни А мен Б, мынау F. Міне логикалық операциясы осындай. Бұл енді, оқушылар, бізде американдық ақш-тікі. ақш, келістік қой, иә? ақш. Келесі енді ресейлік бар, ресейлік. Ресейлік ол бізде, оқушылар, былай келеді. Міне, тік жақша болып келеді. Тік жақша болып келеді. Міне, мына жерде 1 деген бір сан болады. Тік жақша или 1 деген сан, 1 деген сан ғой енді. Жақсы. Енді осылай, ресейлік мынау. Мынау ақш, мынау ресейлік. Келесі бізде, оқушылар, оның физикалық схемасы бар. Енді физикалық схемасын көп жерде айтпайды, бірақ мен сіздерге айтып кетейін, өйткені оқулықта бар, оқулықта болған нәрсе, бұлай келу әбден мүмкін. Мысалға, мына жерде тоқ бар. Мына жерде тоқ бар, иә? Мына жерде тоқ бар. Енді осы тоқ былайдан келді, оқушылар. Мынау шам ғой, бізде шам. Енді осы шам арқылы қараңыздар, оқушылар. Ол былайынан болады. Мына жерде бір анау А, допустим, мынау А, мынау Б. Иә? Енді қараңыздар, оқушылар. Мынау бізде А, мынау бізде Б. Қараңыздар. Егер мынау бізде кілт жабылған болса, немесе кілт, мысалы, қалай айтсам екен, кілт мына жерде жабық болса, түзу сызық болатын болса, мына жерде кілт қысқасы түзу сызық болатын болса, яғни А деген ол true болатын болса, А true болған жағдайда ол бізде true болады екен жауабы, иә? Міне, А true болған жағдайда ол бізде жауабы true болады. Егер Б, А мысалға бізде қосылмаған, Б қосылған болатын болса, Б қосылған болатын болса, ол бізде міне true болады екен. Көрдіңіздер ғой, міне true болады екен. Ал екеуі де ашық болатын болса, екеуі де қосылмаған болатын болса, ол кезде 0 0, екеуі не болады екен? Ол кезде 0 болады екен, яғни тоқ келмейді. Яғни, оқушылар, мына екі А мен Б бізде ақиқат болған кезде, яғни кілті қалай жабық па, ашық па, қалай болады бұл жерде? Қысқасы, кілт қосылған болатын болса, хотя бы екі кілттің біреуі қосылған болса, бізде жауабында ақиқат деп шығады. Түсінікті, иә? Екі кілттің екеуі де қосылған болса, ақиқат деп шығады. Егер екі кілттің екеуі де қосылмаған болатын болса, ол кезде жауабында жалған деп шығады, оқушылар. Жақсы. Бұл енді дизъюнкция екен. Келесі конъюнкция. Конъюнкцияны түсіндірем. Конъюнкция. Оқушылар, жазуым қалай негізінде? Оцените почеркімді. Конъюнкция. Почеркім қалай, оқушылар? Почеркіңіз шаттық шеңбері болып тұр, ағай. Неге? Сондай прикол ғой. Прикольно ма? Жоқ, негізінде андай қағазға жазсам, әдемі жазсам, негізінде. Қағазға жазсам көрінеді ма сіздерге? Қағазға жазсам ше, андай аккуратно жазсам, көріне ма сіздерге? Көрінбейді да ғой. Ол үшін мына жерде бүйту керек, фон дегенді алып тастау керек қой. Скрипт панель дейді, анау. Жерде фон дегенді қалай алып тастайды, оқушылар? Фон. 2-ның 3 дәрежесі болып тұр. Неге 2-ның 3 дәрежесі?
сосын ана six seven деген трендті түсіндіретін оқушы бар ма маған? Что за тренд ол? Six seven. сосын ми дейтінді түсіндіретін оқушылар бар ма? ағай негізі не стоит оны білу. жоқ, оқушылар қайта қайта айта береді да, кто ми, мышь украинский бір бәле. түсінбеймін ше кәдімгі. адамдар ұмытып жүрсе сексен бүйтеді кәдімгі, бүйтіп ол не нәрсе ол түсінбеймін вообще ше. прям дарынский. Дарында оқисыз ба Динарас? Ой, дарын онлайн екен айтып тұрмын, иә, түсіндім. жоқ мен жоқ вообще тикток бар, бірақ көрмеймін ше оны ше. кірмеймін вообще тиктокқа. Кәдімгі чат деген кәдімгі қызып кетті ғой кәдімгі. Мәссаған. Осылай сабақты осылай сұрамайсың оқушылар. Жақсы, енді конъюнкция оқушылар. Бізде келесі сабақ, келесі конъюнкция, иә. Енді былай жазып көрейін оқушылар, енді бір деп көрейін мына жерге. Бір мына жерге не жазыппын? Мына жерге көбейту деймін енді. Қараңыздар, конъюнкция деген ол көбейту. Көбейту деген мағынаны білдіреді. Көбейту. Немесе ол бізде қазақша және деген мағынаны білдіреді. Және де ол бізде орысша и деген мағынаны білдіреді. Ағылшынша and деген мағынаны білдіреді. Немесе былайынан келеді, немесе звездочка болып келеді, немесе осылайынан келеді. Так, мына жерде бәрін түсіндірдім, иә. Так, осылай келеді оқушылар. Қысқасы осылай келеді. Енді екінші бізде ақиқат кестесін құрамыз. Енді осының ақиқат кестесін құрамыз. 2 деп жазайын да, мына жерге ақиқат кестесі. Так. Не? Так, былайынан сызамын. Сосын мына жердің ортасынан бір сызамын. И мына жерден бір сызамын. Бүгін миларыңызды аштым. Кәдімгідей аштым. Бүгін түстеріңізде логикалық операциялар көресіздер. Мына жерге А деймін, мына жерге Б деймін, мына жерге F деймін. Мына жерге 2-0 салам. Мына жерге 1-1, мына жерге 0-1-0-1. Иә? Енді қараңыздар оқушылар. Бұл конъюнкцияның теориялық анықтамасы былай болады. Егер екеуі де ақиқат болатын болса, иә? Екеуі де ақиқат болатын болса, ақиқат болады. Қалған жағдайдың барлығында 0 болады. Ал мына жағдайда біз не деп айттық? Егер екеуі де дизъюнкцияда, екеуі де жалған болса, жалған болады, қалған жағдайдың барлығында ақиқат болады. Мына жақта керісінше, егер екеуі де ақиқат болатын болса, ақиқат болады, қалған жағдайдың барлығында жалған болады оқушылар. Түсіндіре алдым ба? Бұл операцияларды қайда қолданылады? Бұл операциялар жаңағы қарапайым жаңағы микросхемаларда қолданылады бұлар. Қарапайым микросхемаларда қолданылады. Жаңағы құрылғылар бір-біріне жаңағы 1-0-1-1-1 деген сияқты сигналдар бермей ма? Сол осы сигналдар ғой, олар 1-0-1-0 дегендер. Түсінікті ғой, микросхемаларда қолданылады. Жақсы. Келесі ақиқат кестесін құрдым, иә? Егер ақиқат болса ғана ақиқат болады екен. Жақсы, оны білдік енді. Келесі үшінші енді оның схемасы қалай болады? Үшінші оның схемасы ақш бойынша оқушылар былай болады. Қысқасы, екі кіріс кірді, екі инпут кірді, одан кейін осылайынан болады да. Мынау кәдімгі макар бар ғой, макар оқушылар, макар пуля, сол пуляның несіне ұқсайды? Пуля, пистолеттің пулясына ұқсайды кішкене. Жақсы, міне, осындай болады. Мынау А, мынау Б, мынау F. Жақсы. Енді келесі ресейліктікі оқушылар былай болады. Тек болып келеді ресейліктікі. Міне, тек болып келеді осылай айынан келеді. Міне, ресейлік. Көрдіңіздер ғой, ресейліктікі осылай келеді оқушылар. Мына жерде and деген белгі болады. Мына жерде and деген белгі. 8 емес оқушылар. Мынандай белгі ғой, мынандай белгі. Келістік па? Осындай белгі мына жерде болады. Жақсы. Келесі төртінші бізде төртінші не жаздым мына жерге? Мен төртінші физикалық схемасын жаздым, иә. Бұл физикалық схемасы ғой оқушылар. Физикалық схемасы былай болады оқушылар. Мынау шам ғой, шам. Мынау бізде аккумулятор.
аккумулятор мынау минус, мынау плюс. И осы жерде былай болады қысқасы. Кеңінен алайын кішкене. Міне оқса былайдан. Қараңыздар енді. Мынау бізде А кілті, мынау бізде Б кілті. Егер екеуі де қосылған болса, екі кілт бір-біріне қосылған болса, қараңыздар, мына сымды былайдан жалғайды ғой сонда. Мысалға А қосылған болса, ол былайынан түрі былай болады ғой міне. Міне А қосылған болса, мынандай болады. Ал егер А мен Б қосылған болса, осындай болады. Түсінікті, иә? Ал егер Б ғана қосылған болса, осындай болады міне. Міне. Түсінікті, иә? Енді қараңыздар. Егер екеуі де қосылған болатын болса, біздің жағдайда ол ақиқат болады. Ал екеуінің біреуі қосылмаған болса, ол жалған болады, екеуі де қосылмаған болса, жалған болады. Келістік қой, иә? Сонда мынау физикалық схемасы осындай оқушылар, міне. Бұл бізде болды логикалық конъюнкция, логикалық көбейту деп аталады оқушылар. Түсінікті, иә? Міне, дизъюнкция деген, конъюнкция дегеніміз осы. Келесі енді инверсия оқушылар. Инверсия деген оқушылар бізде былай. Инверсия деген былай. Бірге инверсия деп жазып қойын. Инверсия. Енді оқушылар инверсияда былай келеді. Ол бізде терістеу. Бірінші жерге бір деп жазып қойын да. Терістеу. Немесе ол бізде айтсам болады. Емес, қазақша. Емес, орысша не, ағылшынша not, сосын ол келеді, былайынан келеді. Немесе әріптің алдында осылай келеді да ол. Әріптің алдында. Әріп болса осылай келеді, сосын әріп болса осылай келеді. Тағы да осылай келетін түрлері бар. Жақсы, бұл инверсия болды. Енді екінші бізде осы инверсияның енді ақиқат кестесін құрайық оқушылар. Енді бұл инверсияда оқушылар бізде бір ғана кіріс болады, және бір ғана шығыс болады. Келісіз қой, А деген кіріс. А деген кірістің енді final ответі ол F деп белгілейміз. Ол бір ғана кірісті қабылдайды. Егер ол 0 болса, ол 1 болады, 1 болса, ол 0 болады деген сөз. Ақиқат кестесі осылай оқушылар. Келесі енді бізде оның схемасы қалай келеді. Ол ақш бойынша ол былай келеді. ақш бойынша ол былай келеді, міне. ақш бойынша былай келеді. Ресейлік бойынша ол былай келеді. Міне. Ресейлік бойынша осылай келеді. Келесі төртінші ол бізде физикалық схемасы. Физикалық схемасы былай оқушылар. Мына жерде тоқ бар. Мына жерде шам бар. Шамды жандыру керек бізге. Мынау бізде минус, мынау бізде плюс. Мынау былай и былай. Ортасында мынандай. Осылай келеді оқушылар. Физикалық схемасы осындай. Келісіз қой, иә? Сонда оқушылар сіздерге мен түсіндірдім, дизъюнкцияны түсіндірдім. Ай, немесіңіз жақындатып жібересіз ба? Инверсия төртіншісіне. Рахмет. Болды ма? Сөйте тұрып алдыңыз ба? Болды ағай. Ауыстыра берейін ғой. Жақсы, оқушылар, в целом осы екен оқушылар. Логикалық операциялар деген осы екен. Дизъюнкцияны түсіндірдім. Дизъюнкция қосу немесе или or, жауаптар осындай. Егер екеуі де 0 болған кезде ғана 0 болады жауабы. Қалған жағдайда 1 болады. Мынау ақш, мынау ресейлік. Физикалық схемасы. Келесі бізде көбейту. Екеуі де 1 болған кезде ғана 1 болады, қалған жағдайда 0 болады. Мынау ақш, мынау ресейлік, мынау физикалық схемасы. Мынау бізде келесі енді инверсия. 0 болған кезде 1 болады, 1 болған кезде 0 болады. Мынау ақш, мынау ресейлік. Енді мынау физикалық схемасы. Жалпы оқушылар осы логикалық операция бойынша маған сұрақ бар ма?
яғни оны қайтадан қайталап жүресіз жазып жатыр едім. бәрін ба? Жо, мынау жаңағыны айтамын. Қайсысын қайталайын? Анау сандарын қалай өткен, типа 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1 соны. Мгм. Жақсы, енді инверсия оқушылар ол бізде терістеу деп аталады, яғни нөл деген сигнал келіп тұрса оны терістейді, ол яғни бірге айналады. Бір деген сигнал келіп тұрса оны терістейді, ол нөлге айналады. Инверсия. Конъюнкцияда ол бізде егер екеуі де ақиқат болатын болса ғана ақиқат болады, қалған жағдайдың барлығында жалған болады, нөл болады яғни. Дизъюнкция ол екеуі жалған болған кезде ғана жалған болады, қалған жағдайдың барлығында ақиқат болады. Дизъюнкция мен конъюнкцияны бір қайталап жүріңізші, өтініш, кешірім сұраймын. Жақсы. Дизъюнкция ол бізде ақиқат болған жалған болған кезде ғана жалған болады, қалған жағдайлардың барлығында ақиқат болады. Конъюнкция бізде ақиқат, екеуі де ақиқат болған кезде ғана ақиқат болады, қалған жағдайдың барлығында жалған болады. Жынды екен, мына фонға қоюға. Жынды екен оқушылар, иә? Сохранить болайыншы. Save as. Окей. Сохраним. Жақсы, кеттік әрі қарай кеттік оқушылар. Енді оқушылар мен сіздерге қазір енді бір нәрсені тағы да түсіндіремін. Енді бұл оқушылар негізгі логикалық операциялар, келесіз қой, иә? Енді бізде қосымша логикалық операциялар бар, қосымша келетін. Енді сол қосымшаларды түсіндірем. Енді оларда оқушылар бізде андай нелер келмейді негізінде. Жаңағы схемасы қандай деген секілді ше. Оларда тек қана келуі мүмкін, ақиқат кестесі келуі мүмкін. Түсінікті ғой, иә? Сосын сәл-пәл түрі келуі мүмкін. Қалай белгіленеді жаңағы символдары, соларды бір түсіндіріп өтейін. Енді қосымша логикалық операциялар деп қояйын оқушылар. Логикалық операция. Біріншісі оқушылар бізде импликация. Импликация дегеніміз оқушылар ол әсер ету деген мағынаны білдіреді. Осындай белгімен келеді, немесе осындай белгімен келеді. Келесіз қой, импликация деп келеді. Әсер ету, осындай белгілермен келеді, точно. Басқа белгілер жоқ деймін, по идее. Осы екі белгіні білем. Енді ол ақиқат кестесі қалай келеді? Мынаны былай жазып қояйын, сосын мынаны былай екіге бөлейін. Мына жерге былай А дейін, мына жерге Б дейін, мына жерге F дейін. Енді қараңыздар, бізде как обычно 0, 0, 1, 1 жазамыз, иә? 0, 1, 0, 1. Енді қараңыздар оқушылар, импликация ол 1, 0-ге әсер ететін болса, ол 0 болады. Келесіз қой, 1, 0-ге әсер ететін болса, қысқасы 100 деп жаттап алыңыздаршы. 100 деген сан болу керек ішінде. 100 деген сан. Егер 100 деген сан болса, қалғандардың бәрі 1 болады. Міне 100 деп жаттап алыңыздар маған. Я қалған жағдайда бәрі 1 болады. Яғни 1 0-ге әсер етсе, ол бізде жаңағы 0 болады, қалған жағдайдың барлығында 1 болады. Бұл импликация оқушылар. Келесі бізде допустим, эквиваленттілік. Эквиваленттілік оқушылар ол бізде эквиваленттілік былай келеді. Немесе былай келеді. Эквиваленттілік сосын немесе ол былайна келуі мүмкін. Жақсы, енді эквиваленттіліктікі оқушылар бізде ақиқат кестесі былай болады.
Қысқасын мына жерге байланысып қояйын. А, Б, F. Мына жерге жазамын. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Иә. Енді 0 мен қысқасы эквиваленттілікте оқушылар егер екеуі тең болатын болса, ол бізде жауабы 1 болады. Екеуі тең. Жауабы 1 болады. Қалған жағдайда 0 болады. Түсінікті ғой, екеуі тең болатын болса 1 болады, қалған жағдайда 0 болады. Екеуіне 0, 0 мен 1 0, 1 мен 0 0, 0 мен 0 1, 1 мен 1 1. Келесі енді бізде оқушылар эквиваленттікті айттым. Енді исключение или деген бар. Исключение или деп аталады. Исключение или. Немесе ол қалай айтылады? Исключение или деген немесе емес па? Немесе емес. Немесе ол келеді XOR деп келеді. XOR. Түсінікті ғой, иә? Енді оқушылар XOR-дың жаңағы белгіленуі қандай? Исключение или-дікі. Қалай еді өзі? Плюс келеді да, мына жерге плюс деп келеді. Сосын мынандай болып келеді да, ол мынандай болып келеді. Осындай болып келеді да. Жақсы, енді сосын по идее былай келетін түрі бар тұғанша. Мә, салынып қалып тұрмын. Қазір есіме түсіріп алайыншы. Деп па, бір келетін осы. Осылай ма, тағы да келетін да. Осылай ма, келетін да, қателеспесем. Анау бізде бар еді ғой, анау X жиыны ол сызатын бедік, жатпайды деген сияқты. Сызатын еді ғой біз. Ұмытып қалдым ше. Нөлге жатпайды деген сияқты нәрсе сызатын еді ғой математика. Сол сияқты бір келетін болған ше. Примерно осындай. Енді бұның ақиқат кесесі былай сызып қояйын, дәу қылып. Енді қараңыздар, мына А, мынау Б, мынау F, мынау 0, мынау 0, мынау 1, мынау 1, 0, 1, 0, 1. Енді қараңыздар оқушылар. Исключение или екеуі тең болған кезде, яғни мынаның қарама-қарсысы ғой, мынаның қарама-қарсы эквиваленттілік жаттап алсаңыздар болды негізінде. Мынаның қарама-қарсы. Мынау екеуі тең болған кезде 1 болса, енді бұл керісінше екеуі тең болса 0 болады. Екеуі тең болса, оқушылар қандай болады? 0 болады. Ал егер екеуі тең емес болса 1 болады. Ал егер екеуі тең емес болса 1 болады. Міне осындай екен. Бұл қосымша логикалық деген сияқты болады. Жақсы оқушылар. Иә. Тиісті емес деген сияқты келеді. Иә, осындай болып келеді, примерно осындай. Жақсы. Қысқасы осындай оқушылар. Қосымша бұлар. Қосымша логикалық операциялар. Келісіз қой. Енді келесі бізде так. Бұлар түсіндірдім. Ағай, артық бір көрсете салшы, пожалуйста. Бір сәт ұмытып. Молодец, Мейрам деген молодец. Мен қанша уақыт болды сіздерге сабақ беріп жүргеніме, Мейрам менімен бірге жарысып конспектілеп отырады. Ағай, просто бүгін қадалып қалма бұтадан сол дайындалу керек. Қанша алдыңыз? Менде практика көп болды, 17 алып қалмыш. 25 болатын негізі. Түсінбеймін, 25 па 17 ма? Алдыңғыдан 25 алдым, осы бүгіннен 17 алып қалдым. Жоқ, қаңтар айынан қанша алдыңыз? 25. Пробныйдан 17 алып қалдыңыз ба? Иә. Мәссаған. Мен екен. Сау бол, рахмет. Болды ма? Жақсы.
Мгм. Енді келесі бізде оқушылар, так, еместі түсіндірдім. Олар түсіндірдім. Енді оқушылар бізде осы логикалық амалдарды орындауда басымдықтар дегенді жаттап алу керек, негізінде жаттап алу керек. Жақша, іші, инверсия, конъюнкция, дизъюнкция дегендері, жоғары, биік дегендердің бәрі негізінде сіздерге жаттап алу керек, оқушылар. Негізі жаттап алу керек. Енді осыларды енді еске түсіріп жазып көрейік, оқушылар, өзіміз, иә. Еске түсіріп өзіміз жазып көрейік. Оқушылар, енді қараңыздар. Егер жаңағы үш негізгі келетін болса, мына біріншісін қолданасыздар. Ал егер үш қосымша, жаңағы мен айтқандар бірге келетін болса, ол кезде мынаны қолданасыздар. Түсінікті ғой, осыны қолданасыздар. Енді соларды жазып көрейік, оқушылар. Қараңыздар. Ну, вдруг, егер үш негізгі логикалық операция келді, сол кезде не істейсіздер? Егер басымдықтар жазып қояйыншы мына жерге. Басымдықтар. Басымдықтар. Бірінші, оқушылар, сіздер орындайсыздар, жақшаның ішін орындайсыздар, міндетті түрде. Как математика секілді. Жақшаны орындайсыздар, ішін орындайсыздар. Екінші, одан кейін инверсияны орындайсыздар, оқушылар. Инверсия. Бізде инверсия жоғары жүреді. Инверсия орындайсыздар. Инверсия деген терістеу деген сөз. Үшінші, сіздер орындайсыздар, оқушылар, конъюнкцияны орындайсыздар. Конъюнкцияны жазса бола ма? Түсінбедім. Конъюнкция мен дизъюнкцияны көбейтіп қосу деп жазса бола ма? Иә. Дизъюнкция. Түсінікті, иә, басымдықтар осындай, негізгісі келетін болса. Ал егер жаңағы алтауы бірге келетін болса, жаңағы қосымшалармен бірге келетін болса, бұл кезде былай болады. Басымдықтар деп бөлек жазып қояйын. Енді біріншісі, оқушылар, сіздер орындайсыздар. Сіздер инверсияны орындайсыздар. Инверсия. Енді қараңыздар, инверсия келді, инверсияны орындадым. Одан кейін менде конъюнкция болатын болса, конъюнкцияны орындаймын. Одан кейін мен орындаймын. Инверсия, конъюнкция, дизъюнкция. Так, инверсия деген ол бізде жоғары болады, бұның басымдылығы. Қойыңызшы, мынаны так қылайсам болады. Жақсынан жоғары деп қойын. Жоғары. Бұл бізде бірінші басымдыққа ие. Бізде конъюнкция келесі ол биік. Осыдан биік жазайын. Биік ол бізде екінші басымдыққа ие. Одан кейін бізде ол келесі дизъюнкция, ол бізде орташа. Ол бізде үшінші басымдыққа ие. Келесі бізде, оқушылар, дизъюнкциядан кейін ол бізде XOR, исключение или, яғни исключение точка или дей салайын. Или, яғни емес немесе деген ғой. Ол бізде тоже орташа, оқушылар. Орташа. Ол бізде үшке тең. Үшінші приоритетте. Келесі бесінші. Бізде бесінші эквиваленттілік. Эквиваленттілік. Ол бізде төмен. Ол бізде төртінші приоритетке тең. Келесі бізде импликация.
Импликация. Импликация. Импликация ол бізде ең төмен. Ең төмен оқушылар. Ол бізде ең соңғы орынға тең. 5-ші орынға келіп табан тірейді. Жақсы, оқушылар осылай екен. Жоғары, биік, орташа, орташа, төмен, ең төмен. Инверсия, конъюнкция, дизъюнкция, исключение или эквиваленттілік, импликация. Міне. Жоғары, биік, орташа, орташа, төмен, ең төмен. Инверсия, конъюнкция, дизъюнкция, исключение или импликация. Эквиваленттілікмен орналастырып жүрмін мынаны. Исключение или деді, импликация. Şimdi onu almaz kötü ya. İki onu almaz kötü. Onu almaz kötü. Onu almaz kötü. Onu almaz kötü. İki onu almaz kötü. Мұсынан бейт. Таш сенден аны жерге бетіп қойайын, сосын аны бетіп қоя салайын. Міне. Жақсы. Міне осындай болады оқушылар. Қысқасы, импликация, эквиваленттілік, инверсия, конъюнкция, дизъюнкция, исключение или импликация, эквиваленттілік. Жоғары, биік, орташа, орташа, төмен, ең төмен болады екен оқушылар. Осылай шығарасыздар. Түсікті иә? Енді сіздерге жаңағы бір үлкен бір логикалық формула келмейді негізінде. Просто сіздерге басымдылықты сұрау мүмкін. Логикалық операциялардың ішінде төмен деген логикалық операцияға сәйкес келетін төмен деген басымдыққа ие логикалық операция деп келу мүмкін. Сол кезде импликация, жоғары дегенге инверсия, конъюнкция, биік, дизъюнкция орташа, исключение или орташа, импликация төмен, эквиваленттілік ең төмен деп белгілейсіз. Эквиваленттілік ең төмен. Жақсы. Әрі қарай кеттік. Енді в целом оқушылар бүгінге берілген материал осы. Бізде. Енді ар жақта бізде біраз уақыт қалған екен. Осы уақытта бір есеп шығарайық, иә? Бір есеп шығарайық. Міне. Так, қандай есеп шығарамыз? Мәселен, бізге бір есеп келуі мүмкін. Алдағы уақытта біз келесі уақытта есеп шығаратын боламыз бірге. Сол кезде мындай есептер шығарамыз. Мәселен, F деген бір формула берілген. Ол формула бізде мысалға инверсия А қосылған Б, иә? Сосын көбейтілген С болсын. Енді осының жаңағы формуласын сызамыз оқушылар. Бірінші схемасын сызамыз бірінші. Ең бірінші оқушылар сызбаны сызатын кезде ең бірінші оқушылар бізге айнымалыны жазып алу маңызды. Айнымалыларды жазып алу керек. Мысалы, неше айнымал көріп тұрсыздар сіздер? Мен мысалы көріп тұрмын, 3 айнымал көріп тұрмын. А, В, С деген 3 айнымал көріп тұрмын. Сонда мен жазамын мына жерге. А, В, С деп 3 айнымал жазамын. Келісіз ғой, иә? Енді екінші қараңыздар оқушылар. Инверсияны көріп тұрмын ба? Инверсияны жазамын бірінші. Жерге инверсия қоямын. Міне. Инверсия қойдым мына жерге. Міне инверсия қойдым. Аның алдында инверсия бар екен. Енді қараңыздар, бірінші жақшаның ішін орындаймын. Мен уже мына басымдықтарды мен уже орындап жатырмын. Бірінші жақшаның ішін қоямын деген секілді. Енді қараңыздар. Қысқасы мына жерде А мен Б-ны не істеймін? Көбейтемін. А мен Б-ны көбейтемін. Міне. А мен Б-ны не істеймін? Көбейтемін. Тарс көбейттім. Қосуым керек. Мына жерге қосамын былайдан. Міне қостым. И оны С-ға көбейтемін. Оқушылар. Міне С-ға көбейттім оқушылар. Міне. Тарс, міне логикалық схемасы осындай оқушылар. Енді осының логикалық жаңа ақиқат кестесін құрайық. Ақиқат кестесін қалай құрамыз? Енді оқушылар қараңыздар. Мен сіздерге бағана формула айттым, иә? Бізде мынандай формула бар еді оқушылар. М тең Бізде мынандай формула бар еді. М тең 2-ның n дәрежесі деген формула бар. N деген ол бізде айнымалылардың саны. Айнымалылардың саны бізде 3-ке тең. Сонда 2-ның 3 дәрежесі, думан айтқандай, ол 8-ге тең.
Келесіз ғой, 8-ге тең. Сонда бізде оқушылар ақиқат кестесінде қатар саны 8-ге тең болады. 8-ге тең болады. Енді былай жазамын, қысқасы. Мен әжеге ақиқат кестесін құрамын. Әжеге ақиқат кестесін дәу қылып құрамын. Былай шығарып тастайын. Ақиқат кестесін былай құрамын. Қатты көп керек емес. Енді оқушылар мына жерге мен былай сызайын. Сызайын. Міне. Жақсы. Енді оқушылар мына жерге мен А, В, С дегенді жазып шығуым керек. Бізде А. Так, келесі анау А инверсия үшін. Олар екеуінің көбейтіндісі үшін. Осылай жазып қояйын. Жақсы. Енді қысқасы былай жазамын оқушылар енді. Мына жерге былай жазамын. Қысқасы мен мына жерге А деп жазамын. Мына жерге Б деп жазамын. Мына жерге С деп жазамын. Келісіп қоя. Енді оқушылар мен сіздерге алдында айттым, иә. Бірінші біз қатар саны анықтаймыз. Мына жерде бізде қатар саны оқушылар, бізде қатар саны 8-ге тең. Мына жерде 8-ге тең. Сонда бізде алғашқы 4 саны 0-ге тең, 0-ге тең, 0-ге тең, 0-ге тең. Одан кейінгі 4 сан 1-ге тең, 1-ге тең, 1-ге тең, 1-ге тең. Енді одан кейінгі 4 санның, иә, жартысының жартысы 0-ге тең. Жартысының жартысы 1-ге тең. Осылай кете береді. 0, 0, 1, 1. Одан кейінгі жартысының жартысы 0-ге тең, одан кейін 1-ге тең, 0-ге тең, 1-ге тең. Осылай кете береді оқушылар. Міне. Енді келесі бізде А инверсия дейді. А инверсия. Я А инверсия дейді. Енді А инверсия деген ол терістеу ғой. Сонда 4-0 ол бізге енді 4-1 болады. 4-0 болады. Я, келесі енді А мен Б-ны көбейтемін. Яғни А инверсия мен Б-ны істеймін, көбейтемін. Қосамын, міне, қосамын. Бұл бірінші өрнек деп алайық. Осы екеуін қосамын. Мына екеуін қосамын оқушылар қазір. Жақсы, 0 мен 1-ді қосақ қанша болады оқушылар? Бір шықпай ма? Жақсы, 1 шығады, дұрыс. Сосын 0 мен 1-ді қоссақ? 1 шығады. 1 шығады. 1. 1 мен 1-ді? 1. 2. 1 мен 1? 1. 0 мен 0? 0. 0. 0 мен 0? 0. 1 мен 0? 1. 1 мен 0? 1. 1 мен 1-ді қоссақ кім 2 шығады деген? Кім 2 Мен шығады? асығып айтып жібердім ай, математикада. Математикада отырсың ба? Болды, кешіріңіз ай. Тек қана информатиктер түсінетін тәсіл бұл. Математиктер естімесін бұны. Болды. Ертең бірақ мектепке барып айтып жүрмедің математика ағаларыңа. 1 мен 1-ді қоссақ 1 шығады екен деп айтып жүрмедің. Ғани, азор шығады. Жоқ ағай. Жақсы. Енді оқушылар мына бірінші өрнекпен мына сымен қараңыздар. Бүйтейікші. Жасынмен белгілеп қойын. Мынаны қазір бір-біріне оқушылар біз көбейтеміз. Екеуін көбейтеміз. Келістік па? 0 мен 1-ді көбейтсек неше шығады оқушылар? 0 шығады. 0 шығады. 1 мен 1-ді? 1. 1 шығады. 0 мен 1? 0. 0. 1 мен 1? 1. 1. 0 мен 0? 0. 0. 1 мен 0? 0. 0. 0 мен 1? 0. 0. 1 мен 1? 1. Сонда жауабы оқушылар. Енді сіздерге келу мүмкін ертең сұрақ болып. А варианты, Б варианты, С варианты, Д варианты болып келу мүмкін. Сол кезде С варианты былай келеді жауабы. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Түсінікті ғой, иә? Осылай келу мүмкін.
Осы ақиқат кесесі, осы формуланың ақиқат кесесінде шыққан нәтижені тап деген секілді. Сол кезде осындай не болады? Жауабы осы болады. Міне, мына жерден бастайсыздар. Міне, мына жерден бастайсыздар. Төмен қарай түсесіздер, оқушылар. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1 болады жауабы. Түсіндіре алдым ба, оқушылар? иә түсіндім. иә түсіндік. Жақсы. Жақсы. Бір сұрақ бар еді. Қоя беріңіз. 1 мен 1-ді қоссаң неге 1 болды ана жерде? Сәл есіме қалды сол жағы. Қараңыз, Жангел, әдемілеп түсіндіріп беремін сізге. Бізде екілік жүйе деген сан бар ғой. Екілік жүйе деген сан бар. Екілік, иә? Екілік жүйе қандай сандарды қабылдайды? 0, 1. 0, 1, дұрыс айтасыз. 0 мен 1-ді қабылдайды. 0 мен 1-ді қабылдайды. Екі шелек бар. Міне қараңыз, бірінші шелек және екінші шелек. Екілік дегеніміз ол 0 мен 1-ді қабылдайды екен. Егер бізде мысалға қысқасы 0-ге 1-ді қоссақ 1 болады да, 1-ге 1 максимально ол бізде максимально суммасы ол 1 да негізінде. Минимально суммасы 0, максимально суммасы ол 1. Егер 0-ге 1-ді қоссақ 1 болады, 1-ге 1-ді қоссақ ол 1 болады. Ол по-любому 1 болады да. Мен сіздерге алдын сабақта айттым, мысалы ғана қараңыз. Мына бізде шелек. Осы шелектің ішіне 10 литр да бұл, 10 литр. 10 литр пустой шелектің ішіне 10 литр жаңағы су құйсаңыз, 10 литр су құйдыңыз сіз ішіне. Мына толып тұр. Келдік па? Үстіне қойдыңыз. Енді мына шелектің ішіндегі судың көлемі қанша болды? 10 литр. 10 литр. Енді сізде дәл сондай тағы да бір шелек бар да. Енді мынаның ішінде 10 литр су бар. Мынау пустой уже, Мынаның ішінде 10 литр су бар. Енді мына шелекті қайттан барып апарып құйдыңыз. Мынаның ішінде қанша литр су болады? Өзгермейді. Өзгермейді. Қанша литр сонда? 10. Иә, 10-ға қоссаң 10-ды шығады 10 деген соны шыққан ғой сонда. 1-ге 1-ді қоссақ ол по-любому 1 болады. Өйткені максимальный сыйымдылығы ол 1-ге тең. Рахмет ай. Жеткізе алдың ба? Сәл ұмытып кеттім. Жақсы. Енді айнымалыға байланысты бар еді. Ақниет дұрыс айтады. Молодец. Ақниет үнемі маған менің орныма жауап беріп отырады. Жақсы. Маған мынандай сұрақ қойған екен. Ағай, неге 8 қатар алдыңыз дейді. Жаңа айттым мен сіздерге, оқушылар. Бізде оқушылар m тең 2-ның n дәрежесі деген формула бар мына жерде. m тең 2-ның n дәрежесі деген формула бар. Осы формула бойынша шығады. Яғни m деген ол қатардың саны, 2-ның n дәрежесі. n деген ол бізде айнымалы саны. Бізде 3 айнымалы бар. 3 не бар? Айнымалы бар. Енді 3-ті апардан жерге қоямыз. 2-ның 3 дәрежесі 8-ге тең. Сонда 8 қатар болады. 8 қатар болады. Егер A, V, S, D деген 4 не болатын болса, m тең 2-ның n дәрежесі, яғни 2-ның 4 дәрежесі 16 болады. Сонда 4 айнымалы болатын болса, 16 қатар болады, оқушылар. Түсіндіре алдың ба? иә Достар. Жақсы. Және келесі сабақ как раз біз есептер шығарамыз негізінде. Келесі сабақта как раз көбірек есептер шығарамыз. Жақсы. Оқушылар, маған бүгінгі сабақ бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Және де бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды ма? Сұрақ жоқ, бәрі түсінікті. ешқандай сұрақ сабақ түсінікті. Жақсы. Егер оқушылар сұрақтарыңыз болмаса, қош сау болыңыздар. Келесі сабақта жүздескенше. Сау саламатта болыңыздар. Сау болыңыз. Болыңыз ай. Жақсы болыңыз.